Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Workbook'тың 6 сыныптың past simple, regular and irregular verbs тақырыбындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Past simple өткен шақ, regular дұрыс етістіктер, irregular дұрыс емес етістіктер. Verbs дегеніміз етістіктер. Exercise 1. Complete the table with the past simple form of the verbs. Төмендегі етістіктерді өткен шаққа қойып жаз. Direct, directed, like, liked, act, acted, play, played, buy, bought, have, had, go, went, know, knew, make, made, write, wrote. Exercise 2. Write sentences, сөйлемдерді жаз. Make the affirmative sentences negative. Болымды сөйлемді болымсыз сөйлемге, and the negative sentences affirmative. Болымсыз сөйлемді болымды сөйлемге айналдыр дейді. You didn't write a story yesterday. Сен кеше әңгіме жазбадың. You wrote a story yesterday. Сен кеше әңгіме жаздың. She knew the answers to the question. Ол сұрақтың жауабын білді. Болымсыз түрі. She didn't knew the answer to the question. Ол сұрақтың жауабын білген жоқ. We didn't go to the cinema. Біз кинотеатрға бармадық. We went to the cinema. Біз кинотеатрға бардық. I liked that new video game. Маған жаңа бейне ойын ұнайды. Видео ойын ұнайды. I didn't like that new video game. Мен жаңа видео ойынды ұнатпаймын. They didn't buy tickets for the theater. Олар театрға билет сатып алған жоқ. They bought tickets for theater. Олар театрға билет сатып алды. Amy ate a lot before she went to school. Amy мектепке барар алдында көп тамақтанды. Amy didn't eat a lot before she went to school. Amy мектепке барар алдында көп тамақтанбады. He didn't design the new computer game. Ол жаңа компьютерлік ойынды жасаған жоқ. He designed the new computer game. Ол жаңа компьютер ойынын жасады. I met Simon at the drama competition. Мен Саймонмен драма байқауында кездестім. I didn't meet Simon at the drama competition. Мен Саймонды драма байқауында кездестірген жоқпын. Exercise 3. Complete the text. Сөйлемді аяқта. Use the past simple affirmative or negative form of the verbs in the boxes дейді. Төменде берілген етістіктерді сөйлемдерге қойып шығамыз, және де оны өткен шаққа алмастыруымыз қажет. One summer, my dad bought 2 tickets to West End Theater. Жаздың бір күні менің әкем 2 билет сатып алды. Не деге барамыз деген? West End театрына бару үшін дейді. Dad and I traveled to London by train and we saw an amazing production of The Lion King in a traditional London theater. Әкем екеуміз Лондонға пойызбен саяхаттадық. Және біз Лондонның дәстүрлі театрындағы Арыстан патша спектаклін тамашаладық дейді. The production was long, but it was fantastic. Бұл жаңағы бейне көрініс ұзақ болды, бірақ өте қызықты болды. The actors sang and danced for 3 hours. Актерлер 3 сағат бойына билеп ән айтыпты. They all were wonderful costumes. Олар өте тамаша костюмдер киіп алған. It was so good and I didn't want it to end. Ол сондай жақсы болды, мен оның аяқталғанын қаламадым. At the end, the audience clapped for a very long time. Аяқталған уақытта көрермендер көп уақыт қол шапалақтады. After the film, we went to a restaurant for dinner. Бұл аяқталғаннан кейін біз мейрамханаға кешкі асқа бардық. I didn't eat a burger, but my dad had anything. Мен бургер жемедім, бірақ менің әкем барлық нәрседен
алды дейді. We didn't go home because it was 11 past a quarter and the last train was at 11:30. Біз үйге бармадық, себебі сағат 11:15 еді дейді. Кешкі 11:15 етін дейді. Енді біздің пойызымыз 10:30-да етін дейді. We stayed in a hotel and went home in the morning. Біз үйімізге жаңа отельде қалып, таңертең үйімізге барамыз деп шештік. Демек, біріншіге traveled, екіншіде saw, үшіншіде song, were, didn't want, didn't eat, had and went деген етістіктерді қойдық. Exercise 4. Think about last year. Өткен жазда өткен жаңағы демалысыңды ойла дейді. Write about 6 things that happened to you. Сол уақытта болған 6 жағдай туралы ойлан. Use the ideas in the box to help you. Төмендегі мына сөздерді пайдаланып отырып, өзің идеяларыңмен сөйлемдер жаса дейді. Past simple шағында. I went on holiday to London. Мен демалыста Лондонға бардым. I met new friends. Мен жаңа достармен кездестім. I and my new friends had a party. Мен және менің жаңа достарыммен бірге кеш болды. I went to the theater. Мен театрға бардым. I watched a good film. Мен жақсы кино көрдім. I traveled by plane. Мен ұшақпен саяхаттадым. Мен осында мысалдар келтірдім 4-ші тапсырмада. Сендер өздерің басқалы мысалдар келтірсеңдер болады. Describing people, адамдарды сипаттау. Exercise 1. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңда. Susanna is average height. She's got dark hair and brown eyes. Сюзанна орташа бойлы, оның қара шашы және де қоңыр көздері бар. Our teacher has got glasses and our teacher has got beard and a mustache. Біздің ұстазымыздың мұрты және сақалы бар. Katie is tall and slim and she's got brown eyes. Katie ұзын және сымбатты және оның қоңыр көздері бар. Mark is average height and average build. Mark орташа бойлы және орташа денелі. He's got green eyes and curly hair. Оның жасыл көздері және бұйра шаштары бар. Their children have got red hair and green eyes. Олардың балаларының шашы қызыл және жасыл көздері бар. My dad has got a beard, but he hasn't got a mustache. Менің әкемнің мұрты бар, бірақ оның сақалы жоқ. Sam is 1,85 m. Sam 1,85 сантиметр дейді. He's tall and he's slim. Ол ұзын және де сымбатты дейді. Joseph is quite short and he's got dark hair. Joseph қысқа бойлы және де оның қара шаштары бар. Tony and Gary have got brown eyes. Tony және Гарридің қоңыр көздері бар. My mom has got dark hair. Менің анамның қара шашы бар. Exercise 2. Complete the words in the description. Жаңағы сипаттамаларды сөздермен аяқта. My name is Ella and I'm 16 years old. Менің есімім Ella және мен 16 жастамын. I've got green eyes and I've got glasses. Менің жасыл көздерім бар және мен очки көзілдірік киемін. I'm quite tall and I'm average build. Мен қысқа бойлы және де орташа салмақтымын. My sister Hannah is 10. Менің сіңілім 10 жаста. She's quite short and she's slim. Ол орташа бойлы және де сымбатты. Our dad's name is Tony. Біздің әкеміздің есімі Tony. He's average height. Ол орташа салмақта. And he's got a beard. Және оның мұрты бар. Our mom's name is Sandra. Біздің анамыздың есімі Sandra. She's got fair hair. Оның ақшыл түсті шашы бар және де and blue eyes. Көгілдір көздері бар.
Exercise 3. Look at the photo. Describe Nicole Kidman. Суретке қара, Николь Кидманды сипатта дейді. Exercise 3. She's average height. She's average build. She's got fair hair. And she's got long hair. Yeah? Exercise 3. Оның орташа бойлы, орташа салмақты, ақшыл түсті шашы бар және шашы ұзын. Exercise 4. Write 5 sentences to describe yourself. Өзіңді сипаттау үшін сөйлемдер жаз дейді. I'm short and I'm average build. Мен қысқа бойлы және орташа салмақтамын. I've got long and dark hair. Менің қара ұзын шаштарым бар. I've got glasses. Менің очкиім бар. I've got brown eyes. Менің қоңыр көздерім бар.